Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қаттаманы рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керегі ұн, жылы су, ашытқы, сармай және шекер мен тұз қажет. Ең алдымен жылы суымызды құямыз. Және оған тұз бен шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ертілген сармайымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Аз-аздан ұнымызды қосамыз. Массамыз қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Содан соң барып қолымызбен жақсылап илейміз, бірақ қамырымыз жұмсақ болу керек. 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осы қамыр 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Арасына ертілген сармайымызды жағамыз. Қамырымызды орап шығамыз. Орап болғаннан кейін холодильникке 10 минутқа қамырымызды қойып алсақ, қамырымыз содан кейін жақсы жайылады. Он минуттан кейін бетін оқтаумен осылай жайып шығамыз. Содан соң барып 180 градус қызып тұрған пешімізге 30 минутқа салып пісіріп аламыз. Отта пісірсеңіздер де болады. Бетіне сарыуызын жағамыз. Қамырымыздың қалыңдығы 3 сантиметрдей болады. Қатты жұқа, қатты қалыңда болмайды. Екінші бөлігін жаямыз. Екінші бөлігін мен пиязбен жасаймын. Арасына ертілген сармайымызды жағамыз және көк пиязбен укропты саламыз. Тек ортасына саламыз. Содан соң барып орап, қаттаманың формасына келеміз. Бетін қолымызбен осылай басып жібереміз. Жан-жағына пияздарымыз шашылып жатса, еш нәрсе етпейді, бетіне қайта қойып шығамыз. Қызып тұрған табамызға сармайымызды жағып, қаттамамызды салып, бір бетін 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Шет жақтарын осылай қолымызбен жайып жіберсек болады. Шамамен 20 минуттан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Және жан-жағына сұйық майдан құйып жібереміз. Біздің қаттамамыз дайын. Сіздермен 2 түрімен бөлістім. Біреуі пиязбен, біреуі пиязсыз. Өте қытырлақ, арасы толық піскен. Дәмі сондай керемет боп шыққан, міндетті түрде жасап көріңіздер.